Иә, шын мәнінде қазіргі жағдайда мына өз-өзіне қол жұмсау, басқа да келеңсіз жағдайлар жастар арасында орын алып жатқан шынымен де дабыл қағатын жағдай. Себебі жастарымыз біздің ұлтымыздың болашағы дейтін болсақ, біз оларға өте қырағы қарауымыз керек. Әсіресе ата-аналар тарапынан өте мұқият болуымыз қажет. Себебі қазір көптеген жаңадан келетін қауіп-қатерлердің басым көпшілігі осы әлеуметтік желі арқылы келеді. Сондықтан жастардың көбісі осы әлеуметтік желіде отырады. Сондықтан біздер не қарап жатыр, қандай дүниелерді қарап жатқанын біз өте қатты мән беруіміз керек. Себебі манағы айтқан сырттан келетін, сырттан төнетін қауіп-қатерлер басым көпшілігі осы әлеуметтік желі, интернет арқылы келеді. Балаларымыздың не қарап жатыр, не оқып жатыр, қандай сайттарда отырғанын біздер үнемі жіті бақылап отыруымыз қажет деп есептеймін. Егер де қадағалау, бақылау ата-аналардың тарапынан әлсіз болса, әрине біздер қиындықтарға душар болуымыз әбден мүмкін. Қазірдің өзінде де біздер ақпарат көздерін естиміз сондай келеңсіз жағдайларды. Сондықтан бұл тұрғыда ата-аналардың қатты бақылауда ұстауы өте маңызды. Жалғыз тек қана ата-ананың міндеті деп біз отыра алмаймыз. Қоғам болғаннан кейін, мемлекет болғаннан кейін біз осы мәселемен баршамыз күресуіміз керек. Себебі бала ол тек қана үйінде ғана ата-ана қадағаланады, ал бала табалдырықтан аттап кеткеннен кейін ол сыртқы қоғаммен байланысады. Соның ықпалына түседі қайткенде де. Сондықтан бұл жерде білім басқармасы, полиция, жалпы мемлекеттік мекемелер ата-аналармен бірігіп, бірге әрекет жасау керек. Иә, отбасында әрине ол ата-ана ең бірінші жауап беретін, ал қоғамда оған барлығымыз жауап беруіміз керек. Себебі сенің балаң, менің балам дейтін жоқ. Бұл өзіміздің еліміздің азаматы, өзіміздің еліміздің жастары. Сондықтан қай-қайсымызда осыған мән беруіміз керек деп есептеймін. Енді өткенде де біз айттық қой, жақсылықпен қатар жамандығы да қосарласып келеді бұл нәрсенің. Сондықтан интернет желісін дұрыс пайдалану дейтін мәселе, ол өзінің жаңағыдай оқуына, біліміне, кәсібіне тиісті ақпаратты алу деп айта аламыз. Ал енді ол манағыдай дұрыс емес пайдалану деген, енді өзіңіз ойлап қараңыз, бұғанағы бекімеген, санасы қатаймаған баланың қолына интернет берсеңіз, әрине ол бала белгілі бір санасы қатайғанға дейін біз қандай ақпарат алып жатыр, қандай байланыс құралдармен пайдаланып жатқанына мән беруіміз керек. Ал егер де ол өсіп өнгеннен кейін, есейгеннен кейін, әрине ол өзі ақ-қараны ажырататын деңгейге жеткеннен кейін ол өзі қарап тауып алуы мүмкін. Бірақ біз оны үйретуіміз керек. Яғни біз қазірден бастап жастарымызға, өскелең ұрпаққа қауіптің, қатерден қайдан болатынын және оның қалай болатынын, оның түр-түсін мүмкіндігімізше айтып, көрсетіп, сақтандырып отыруымыз қажет. Ата-ана болсын, қоғам болсын, мемлекеттік орган болсын, мейлің. Себебі бұл өскелең ұрпақ бәрімізге ортақ, бәріміздің де тәрбиелеп өткен бала-шағамыз бар. Жастар біздің мемлекетіміздің болашағы дейтін болсақ, оған біз бәріміз атсалысуымыз керек. Иә, енді ол жиындар жиі өткізіп тұрғаны дұрыс, қоғамдық пікір қалыптасады, сәйкесінше қоғамда сұраныс қалыптасады. Мен ойлаймын, енді мынау естуші мемлекет қағидасы жұмыс жасап жатыр ғой енді. Мемлекет бұны естиді, қоғамның арасында туындаған мәселелерге көз жүгіртеді, құлақ түреді деп есептеймін. Сондықтан біз айта берсек, осы мәселені қаузай берсек, көтере берсек, тіпті керек жерде біз дабыл қақсақ, мемлекеттік органдар бұған мойнын бұрады деп есептеймін. Және бұл тек қана ата-ана жаңағыдай тәрбие мәселесімен ғана шешілмейді, ол заңды да күшейту керек. Және де мемлекеттік органдардың өзара байланысын, қарым-қатынасын да біз күшейтуіміз керек. Кейбір жағдайда біз олардың арасында қарым-қатынас жоғын байқаймыз. Көп жиындарда боламыз. Сол кезде полиция департаменті болсын, мысалыға, білім басқармасы болсын, менің құзырыма жатпайды, ол басқа басқарманың құзыры дегендей әңгімелер естиміз. Ал енді өскелең ұрпақ ортақ қой. Ол менің балам, сенің балам дейтін мәселе тұрмау керек бұл тұрғыда. Сіздің балаңыз, менің де балам. Менің балам, сіздің де балаңыз. Яғни өскелең ұрпақ ол ортақ біздің жас жеткіншектеріміз. Сондықтан оны әрі итеріп бері жығатын дүние емес бұл. Сондықтан барлығымыз кірісуіміз қажет. Және манағыдай дискуссионный алаңдардың бар болуы, оның жиі болуы, әсіресе білім ордаларында ата-аналардың қатысуымен болуы өте маңызды.